Қайырлы күн баршаға достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен плов жасайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға майымызды құйып, майымыз қызмай жатып, құйрық майларымызды салып, екі бетін қызарып, қуырып алатын боламыз. Видеоны көрмес бұрын менің арнама тіркелмеген болсаңыз, подписация басып тіркеліп, қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыз. Құйрық майларды әдемілеп қызартып қуырып алдық. Енді етімізді салып, етімізді дәл осылай екі бетін қызартып қуырып алатын боламыз. Міне бізде етіміздің бір беті пісті, екінші бетін аударып, үстінен алдын ала турап алған пияздарымызды салатын боламыз. Пияздарымызды да қып-қызыл етіп қуырып аламыз. Қызарып піскен пияздарымыздың үстінен сәбіздерімізді салып, 5 минут көлемінде қуырып аламыз. Үстінен бір шай қасық тұзымызды салып, суымызды құятын боламыз. Толық рецепт әдеттегідей астындағы описание бөлімінде жазылады. Қақпағын жауып қайнағанын күтеміз. Міне суымыз қайнап шықты. Енді астын жай қойып, дәміне қарай тұзымызды және дәмдеушімізді салып аламыз. Жақсылап араластырып, жарты сағат көлемінде қайнататын боламыз. Бізде арада жарты сағат өтті. Күріштерімізді жақсылап жуылып салатын боламыз. Күріштерімізді кішкене жайып, суға батырып қоямыз. Бір қайнап шыққанын күтеміз. Суымыз бұрқылдап, бір қайнап шықты және де суымыз тартылып жатыр. Суымыз дәл осылай тартылғанда жан-жағын жинап аламыз. Күріштеріміздің арасы жақсы пісіп шығу үшін дәл осылай қасықпен тескішелер жасап шығамыз. 3-4 тескіше болса бізге жеткілікті. Қақпағын жауып 15-20 минутқа қалдырамыз. Міне осымен біздің өте дәмді пловымыз дайын. Видеом ұнаған болса, сізде дәл осы рецептпен жасап көріңіз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде подписация басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Видеоға лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Гүлмира Әлібайқызы.